Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Отырамыз. Балалар, өткен тақырып бізде өте үлкен болды. Сол себепті бүгінгі сабақтың басын қайталаудан бастайтын боламыз. Бірінші, өткен сабақтың тақырыбы қандай болды? Құлдар. Оның ішінде құлдардың батысқа қоныс аударуы. Солай ма? Жақсы. Енді біздің сол сабақтағы ең үлкен сұрағымыз құлдар не себепті батысқа көшті? Дұрыс па? Жақсы. Осы сұрақты талдап бастайық. Құлдар қай жылы екіге бөлінді? Жақсы. 55 жылы біздің заманымызға дейінгі уақытта. Қандай екіге бөлінді? Оңтүстік және солтүстік. Жарайсыңдар. Енді оңтүстік ғұндар қайда қалып қойды? Ордас деген жерде қалып қойды. Олар кейін не болды олардың тарихы? Олар Қытайға қосылды. Жақсы. Солтүстік ғұндарды кім басқарды? Жақсы. Ол қай жылы ғұндарды біріктіргісі келді? Жақсы. Одан кейін ол қайда қосылды? Қайда барды? Бірінші қайда? Сендерге. Содан кейін екінші қаңлыларға. Жақсы. Одан кейін Джиджимен не болды? Кіммен шабуылшылар болды? Қытайлар. Жақсы. Ол қамалды қорғағысы келгенде, ол өзінің адамдармен бірге қайтыс болды. Жақсы. Қанша адам онымен бірге қайтыс болды? Жақсы. Енді біздер осы тақырыпты әрі қарай жалғастыратын боламыз. Осы құлдардың батысқа көшуі кімдерді қамтыды, қай уақытты қамтыды, қалай жүрді деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Түсінді ме? Жақсы. Енді бірінші мынадан бастаймыз. Қытай және үйсіндер. Шабуыл жасады. Құлдарға және қаңлыларға. Дұрыс айтасыздар. Құлдарға ашып жазып бастаймыздар бізге. Құлдарға және қаңлыларға. Енді құлдар бірінші үйсіндерге барды, одан кейін қаңлыларға барды. Енді не себепті қаңлылар құлдарды қабылдады? Себебі олар Жарайсыз, олар осы жолы бір-бірлеп айтайық, білмейсің. Жақсы. Себебі қаңлылардың үйсіндермен қақтығысы болды. Сол себепті оларға серіктес керек болды, иә? Жақсы, одақтас керек болды. Қаңлылар бұндарға қай жерді берді? Талас өзенінің бойын берді. Жақсы. Енді Джиджи қайтыс болғаннан кейін соғыста әрі қарай бұндармен не болды деп ойлайсыздар? Олар әрі қарайда батысқа қарай көше берді. Жақсы. Бұл екінші толқын болды. 93 жыл біздің заманымыз. Екінші толқын ғұндар батысқа көшуді жалғастырды. Енді батысқа қарата қозғалған кезде олардың батысында қаңлылар болды. Қаңлылардың батысырақ аландар деген халық өмір сүрді. Аландар, олар қазіргі Арал теңізі, орталық Қазақстанда өмір сүрген халық. Арал теңізінде, теңізінің бойында. Аландар, батыс Қазақстанда. Аландардан батысырақ, одан да батыста сарматтар өмір сүрді. Каспий теңізі бойында және басқа да жерлерде сарматтар өмір сүрді. Сарматтар. Енді балалар, егер де бір халықтың орнына келген кезде және осындай қозғалыс болып жатқан кезде қалай ойлайсыздар? Бізде не пайда болады? Бұл ортада, бұл жерде қандай өзгерістер болады?
егер екі халық біріккен кезде қандай жалпы қозғалыстар болып бастайды? Ассимиляция болып бастайды. Ассимиляция дегеніміз не? Халықтардың бірігуі және олардың қосылып кетуі, иә? Жақсы. Енді ассимиляция кезінде оларда не нәрсе пайда болды? Ортақ тіл пайда болды. Ол кезде қандай тіл пайда болды? Түркі тілі пайда болды. Жақсы. Енді ассимиляция туралы айтылған болатын. Енді олар түр әлпеті қалай өзгерді? Бізде кім айтты? Аристов айтты. Иә? Олардың түр әлпеті қалай өзгерді? Еуропеоидтық нәсілден, сосын оларға қандай нәсіл қосылды? Түрлері қалай өзгерді? Монголоидтық нәсілге сәлден болсын өзгеріп бастады. Жақсы. Енді бұл үлкен тақырыпты бізде қалай айтамыз? Осы халықтардың көшін жалпы қалай айтамыз? Ұлы халықтар көші. Жақсы. Балалар, сонымен осы үлкен тақырыптың үш қорытындысын шығарайық. Біріншісі, осы халықтардың қозғалысы қалай аталады? Ұлы халықтар көші. Не себепті ұлы халықтар көші деп аталған? Өйткені олар көптеген халықтарды қозғалды. Қандай халықтарды қозғалыстан түсірді басқа? Иә? Жақсы, ғұндардан бастадық. Иә, ары-қарата қай халықтар қозғалды? Қаңлылар, сосын ары қарай үйсіндер, сарматтар, оның аландар. Жақсы. Осынша бірнеше халықтардың қозғалысының әсерінен бұл құбылысты ұлы халықтар көші деп атады. Біріншіден бұл ұлы халықтар көші. Жақсы. Әрі қарай ұлы халықтар көші болып жатқанда, осында үлкен құбылыс халықтар қозғалып жатқанда не нәрсе болады? Халықтардың бірігуі ассимиляция болады. Жаңа ғана өткендей. Жақсы, ассимиляция болған кезде оларда не пайда болды? Ортақ тіл, сосын ортақ түрі пайда болды. Олар түрлері өзгеріп бастады. Жақсы, бұл екінші қорытынды. Ортақ тіл және түр. Ортақ тіл және түр. Жақсы. Және соңғысы, осы ғұндардың батысқа көшуінің әсерінен Еуропаға жеткен кезде олар тағы да екіге бөлінді. Жақсы. Оңтүстік ғұндар, Еуропаға жеткен, оңтүстікке кеткен ғұндар, олар қалай аталады? Эфталиттер немесе ақ ғұндар. Жақсы. Солтүстікке кеткен ғұндарды кім басқарды? Атила. Жақсы. Атила туралы бізде келесі сабақта өтетін боламыз. Атиланың Еуропадағы басқыншылық әрекеттері және өзінің ғұн империясын қалай құрғаны туралы өтетін боламыз. Тақырып түсінікті ма? Иә. Қорытындысына жеттік па? Сабақ мақсатына жеттік па? Иә. Жақсы. Сұрақтарыңыз болмаса сабақты аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.